Биыл ағартушы педагог жазушы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығын атап өтеміз. Ұлы ұстаздың балаларға арнап жазған «Кел балалар оқылық, өшпес өлеңнің жолдары» бәріміз білеміз. Ал мұғалімдерге арнаған «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі» деген сөзі менің ойымша ол да мәңгілік. Я благодарю вас за неустанный труд и преданность профессии. Особая признательность ветеранам педагогического труда, которые внесли неоценимый вклад в развитие системы образования области и воспитания подрастающего поколения. Өзгерістер өте жақсы, себебі біз өзі мектептерге кіргенде бір ертегіге кіріп кеткендей боламыз. Ондайды біз көрмегенбіз. Қазіргі міне жастарға айтатынымыз, бұндарын өздеріне берілген осы жақсылықты әрқатай дамытып, сол жобаларыңызды ардақтап, соны құрметтеп, соны орындайтын болыңыздар. Я очень хорошо помню тяжелые 90-е годы. О комфортных условиях ни для детей, ни для учителей тогда и речи не было. И приоритеты у нас у учителей совсем были другие. Мне очень приятно, что весь мой труд сегодня оценен достоинством, что оценены достижения моих учеников. Жас мамандардың мәселесі ол қазіргі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі болып есептеледі. Мен өзім 12 жыл бұрын келген кезде Май ауданы маған көтерме ақы да берді, үймен де қамтамасыз етті.